Армысыздар, эфирде компания жаңалықтары. Аптаның басты оқиғалары туралы мен Асхат Рамазанов айтып беремін. Қазтрансойл акционерлік қоғамы орталық аппаратында компания нысандарына қызмет көрсететін мердігер ұйым жетекшілерінің қатысуымен өнеркәсіптік қауіпсіздік, еңбекті қорғау және қоршаған ортаны қорғау мәселелері бойынша жиын өтті. Толығырақ бейнесюжетте. Орталық аппаратта өткен кездесуге Қазтрансойл акционерлік қоғамы басшылығы, компания орталық аппаратының құрылымдық бөлімшелері, оқшауланған құрылымдық бөлімшелері және еншілес бірлесіп бақыланатын ұйымдар жетекшілері қатысты. Кездесу барысында Қазтрансойл акционерлік қоғамы өндірістік нысандарында еңбекті қорғау, қауіпсіздік және өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтаудың маңыздылығына аса мән берілді. Қазтрансойл акционерлік қоғамы өнеркәсіптік қауіпсіздік, еңбекті қорғау және төтенше жағдайлар департаментінің директоры Асқар Қабылов қатысушыларды Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы компаниялар тобы бойынша 3-ші тоқсанда орын алған оқиғаларға шолу жасап, күзгі қысқы кезеңнің басталуына байланысты қауіпсіздік шараларын күшейту қажет екендігін баса айтты. Сондай-ақ жиынға қатысушыларға Қазтрансойл акционерлік қоғамы нысандарында жол қозғалысы қауіпсіздігі және қауіпсіздікті қамтамасыз ету, еңбекті қорғау және қоршаған ортаны қорғау бойынша баяндамалар таныстырылды. Айсамал Абылхан, Мұрат Уақпаев, арнайы корпоративтік телеарна үшін. Атырау облысы Жылыой ауданы Құлсары қаласында көшпелі баспасөз брифингі өтті. Бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері қатысқан бұл шара не үшін ұйымдастырылды? Әріптесіміз Айсамал Абылхан тарқатады. Құлсары қаласында республикалық және жергілікті бұқаралық ақпарат құралдары, Егемен Қазақстан газеті, Каспиан Ньюс телеарнасы, Ақжайық жаңалықтар порталы мен Кең Жылыой газеттерінің өкілдері қатысқан баспасөз брифингі өтті. Шара мақсаты магистральдық су ағызғы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Атырау облысындағы Құлсары қаласы жұртшылығын сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету жұмысын баршаға түсіндіру. Баспасөз брифингіне сондай-ақ Құлсары қаласының әкімі Қадыржан Адинов, Атырау облыстық санитарлық эпидемиологиялық бақылау департаменті басшысының орынбасары Айгүл Ысқақова қатысты. Қазір кезде темірдің құрамы нормативке келді, түстілігі мен лайлығы мамыр айындағы бағанағы салыстырғанда ол көп есе түсті. Магистральдық су ағызғы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры Еркін Таңқыбаев пен Құлсары су тазарту құрылғысының бастығы Жандос Сарқытов арнайы келген топты су тазарту нысанында қарсы алды. Магистральдық су ағызғы жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне қарасты Құлсары су тазарту құрылғысында журналистерге су тазартудың технологиялық процесі, сүзгіден өткізу, ауыз су сапасына жеткізу үшін химиялық қоспаларды араластыру және лабораториялық талдаудың қалай жүргізілетіні таныстырылды. Айтқан 12 сүзгіміз біздің оның ішінде кварц топырағымен толтырылған. Оны да қазір жаңарту жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Осы нысанда өндірістік орында орналасқан 7 су қабылдау қазандарымыздың 5000 текше кубтан мана айтқанымдай 2-ін жөндеу жұмыстарын жүргізіп жаңадан салып жатыр. Және де осы су тазарту сүзгілерін жаңадан қондыру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Көшпелі брифинг барысында ақпарат құралдарының өкілдері магистральдық су ағызғы серіктестігінің басшылығы мен эпидемиолог мамандарға, Құлсары қаласының әкіміне су сапасына бақылану мен тұрғындарға жеткізілуіне қатысты сұрақтарын қойып, тұшымды жауаптарын алды. Нұрлыбек Ғизатов, Айсамал Абылхан, Мұрат Уақпаев, арнайы корпоративтік телеарна үшін. Биыл Қарағанды мұнай құбыр басқармасына қарасты Атасу бас мұнайдау станциясына 35 жыл. Келесі бейнематериалымызда станция жайлы толығырақ айтамыз. Павлодар-Шымкент магистральдық мұнай құбырының 681 шақырымында орналасқан станцияның іргетасы 1986 жылы қаланып, 3 жылдан кейін қараша айында тұсауы кесілген. Маңызды нысанның басты мақсаты Батыс Сібір мұнайын Чарджоу, сол секілді Омбы Павлодар-Шымкент бағыты бойынша тасымалдау болған. 2000 жылы мұнай құю эстакадасы пайдалануға беріліп, 2005 жылға дейін Қытай және басқа бағытта 5 миллион тоннадан астам мұнай тиелген. Сол жылы Атасу Алашыңқай құбыры пайдалануға берілді. Қазіргі таңда станциядағы резервуарлар паркінің жалпы сыйымдылығы 100 мың текше метрді құрайды. Бейбіт Бөжен, Айсамал Абылхан, Мұрат Уақпаев, арнайы корпоративтік телеарна үшін. Ақтау қаласында тағы бір игі шара өтті. Қазтрансойл акционерлік қоғамы Маңғыстау мұнай құбыр басқармасының жұмыскерлері қарттар үйінің аумағында сенбілік өткізді. Аталған экологиялық акция сенбілікке басқармаға қарасты бірнеше бөлімшелерден 50-ден астам жұмысшы қатысып атсалысты. Жас мамандар да өз үлесін қосты. Жұмыскерлер акция аясында аумақты тазалап 30-дан астам тал екті. Қоршаған ортаны жасыл желекке айналдыру шөлейтті Маңғыстау жерінде аса өткір тұрған мәселе. Әрбір отырғызылған ағаш маңызды. Сонымен бірге қариялардың демалып отыру үшін қолайлы саялы жерлерді дайындап берді. Бұл шара Маңғыстау облысы әкімінің шешімімен
менен облыстың табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы хатына сәйкес жасақталған Таза Қазақстан экологиялық акциясы аясында жүзеге асты. Қазіргі таңда қарттар үйінде 100-ге жуық адам бар. Әріптестеріміз осындай шараға қатысу игілікті іс деп есептейді. Алтынгүл Меңдіхан, Мұрат Уақпаев, Маңғыстау мұнай құбыры басқармасынан арнайы корпоративті телеарна үшін. Осы аптаға келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Амандықпен жүздескенше сау болыңыздар.